52-ші сабақ көп таңбалы сандарды жазбаша бөлу. Бірінші есепте бізге әр бағандағы өрнектердің мәнінің қосындысын табу керек. Ең бірінші бағада Мағжан Жұмабаевта өрнектер берілген. Енді оны біз былай шығарып алдық. 241-ді бірінші 2000-ға көбейткенде 482 мың шықты. 96.300-ді 300-ге бөлгенде 321 шықты. 560 мыңды 80-ге бөлгенде 7 мың шықты. Соңғы өрнек 72 мыңды 8 мыңға бөлгенде 9. Барлық шыққан нәтижені қосқанда 489 мың 330 шықты. Бұл Мағжан Жұмабаев. Келесі өрнекте 320-ны 99-ға көбейткенімізде 31.680 шықты. 1001-ді 320-ға көбейткенде 320.320 шықты. 320-ны 300-ге көбейткенде 96 мың. 23.400-ді 20-ға көбейткенде 468 мың шықты. Барлық шыққан нәтижені қосқан кезде 916 мың шықты. Бұл Шәкәрім Құдайбердиев. Келесі 45-ті 99-ға көбейткенде 4455, 1001-ді 45-ге көбейткенде 45 мың 45, 45-ті 1000-ға көбейткенде 45 мың, 320-ны 1000-ға көбейткенде 320 мың. Барлық шыққан сандарды қосқанда 414.500 шықты. Мінекей, бұл Сейфуллин. Келесі 240-ды 200-ге көбейткенде 48 мың, 72 мыңды 900-ге бөлгенде 80, 540 мыңды 60-ға бөлгенде 9 мың, 3700-ді 200-ге көбейткенде 740 мың шықты. Барлық 48 мың қосу 80 қосу 9 мың қосу 740 мың тең 797 мың 80. Бұл Ахмет Байтұрсынов. 2А жазылуын және есептеу тәсілдерін түсіндір. Мұнда 299 мыңды 460-ға бөлгенде 65 шыққан. Қазір түсіндіретін болсақ, бірінші 299-ды 46-ға бөлеміз. 299-дан берген 46-ға бөлгенде 6-дан келеді. 6-ны 46-ға көбейткенде 276, 299-дан 276-ны азайтқанда 23 қалады. Сосын мына жердегі 0-ді түсіреміз. 230-ды 46-ға бөлгенде 5, 5-ті 46-ға көбейткенде 230, 230-дан 230-ды азайтқанда 0 шығады. Келесі 155 мыңды 6200-ге бөлгенде 25. Бірінші 155-ті 62-ге бөлеміз. 2, 2-ні 62-ге көбейткенде 124. 155-тен 124 азайтқанда 31. Міне мына жердегі 0, мына жерге түседі. Сонда 310. 310-ды 62-ге бөлгенде 5, 5-ті 62-ге көбейткенде 310. Мына жерге жазамыз. Енді 310-нан 310-ды азайтқанда 0 қалады. 2А есеп, жазбаша есепте және түсіндір. Берілгенде 27200-ді 320-ға бөлу тең 85 шығады. Енді осыны тексеру үшін 320-ны 85-ге көбейткенде 27200. Келесі өрнегіміз 17920-ны 280-ге бөлу 64 шығады. Мына жерде 112. 280-ді 64-ге көбейткенде 17920 шығады. Сонда бұл есептеуіміз дұрыс. Келесі өрнек бізде 222.400-ді 640-қа бөлу 35 шығады. Енді осы өрнекті тексеру үшін 640-ды 35-ке көбейтеміз. 322.400, 16720-ны 440-қа бөлгенде 38. Осы өрнекті тексереміз. 440-ды 38-ге көбейткенде 16720 шығады. 132.500-ді 5300-ге бөлгенде 25. 5300-ді 25-ке көбейткенде 132.500 шығады. Соңғы өрнек 252-мыңды 7200-ге бөлу 35. Осы өрнекті тексереміз. 7200-ді 35-ке көбейткенде 252 мың шығады. Сонда барлық есебіміз дұрыс шығарылған. Үшінші есеп, есептеп дұрыстығын тексер. Ең бірінші 14880-ді 620-ға бөлгенде 24. 148-ден береміз. 148-ді 62-ге бөлгенде 2, 2-ні 62-ге көбейткенде 124. 148-ден 124-ді азайтамыз 24. Сосын мына 8-ді түсіреміз. 248-ді 62-ге бөлгенде 4, 4-ті 62-ге көбейткенде 248. Енді осы өрнекті тексереміз. Ол үшін 620-ны 24-ге көбейтеміз. Бірінші 4-ті 2-ге, 4-ті 6-ға көбейтеміз. Сосын мында
мына 124 ол 2-ні 2-ге, 2-ні 6-ға көбейткенде шыққан сан нәтижесі 14880. Келесі 986.000-ды 5800-ге бөлгенде 170. Тексеру үшін 5800-ді 170-ге көбейтеміз, 986.000. Келесі 178.600-ге бөлгенде 178.600-ді 470-ге бөлгенде 380, 470-ді 380-ге көбейткенде 178.600. Келесі 285.600-ді 3400-ге бөлгенде 84, тексеру үшін 3484-ге көбейткенде 285.600, яғни бұл дұрыс шығарылған. 9407-ні 23-ге бөлгенде 409, 23-ті 409-ға көбейткенде 9407. 9684-ті 12-ге бөлгенде 807, тексеру үшін 807-ні 12-ге көбейтеміз, нәтижесінде 9684 шығады. Төртінші есепте бізде теңдеу берілген, теңдеулерді шешу 2 теңдеу берілген. Мұнда 570 көбейтілген x минус 4700 тең 13540. Ең бірінші 570 көбейту x тең, сосын мұнда 13540-қа 4700-ді қосамыз. 13540-қа 4700-ді қосқанда 18240, x-ті табу үшін осы 18240-ті 570-ге бөлеміз. Нәтижесі 32. Осы x 32-ге тең дегенді тексеру үшін мына жерге x-тің орнына 32-ні қойып жазамыз. 570 көбейту 32 тең болады 18240. Нәтижесінде 18240 тең болады 18240-қа. Келесі теңдеуіміз 31 көбейту 550 минус x көбейту 120 тең 10200-ге. 31 көбейту 550 минус x жазамыз. Тең болады осы 10200-ді 120-ға бөлеміз. Қарама қарсы таңбамен мұнда шығарамыз. 31 көбейту 550 бізде 17050 минус x, 10200-ді 120-ға бөлгенде 85. X-ті табу үшін 17050-ден 85-ті азайтамыз. Сонда 16965 шығады. 17050-ден 16965-ті азайтқанда 85, яғни 85 тең 85-ге. Келесі 5-ші есепте диаграммада берілген мәліметтермен толықтыр және шығар. Біз шартын осылайна жазып алдық. Бауыржан 5 жаста, Арман 10 жас, Ерлан 18 жас, анасы 5 жас артық, әкесі 3 есе артық. Шешуі 5, 10 қосу 18, 33 жас. Анасының жасын табамыз. 33-ке 5-ті қосамыз. Өткен 5 жас артық деді ғой. 38 жас болды. Сосын 5-ке 10-ды қосып 15 жас табамыз. Ол 15 жасты 3 еселейміз. 3 есе артық болды. Бауыржанның жасының қосындысынан 3 есе артық болған соң 3-ке көбейтеміз. Сонда 45 жас шығады. 45-тен осы анасының жасын аламыз. 7 жас, яғни әкесі анасынан 7 жасқа үлкен. Номер 6 жазбаша есепте және тексер. 440-ты 440-қа көбейткенде 193600, 193600-ді 440-қа бөлгенде 440 шығады. Келесі 2768-ді 80-ге бөлгенде 221440, тексергенде 221440-ды 80-ге бөлгенде 2768 шығады. Келесі 54580-ді 35-ге бөлгенде 1548, 1548-ді 35-ге көбейткенде 54180. 37800-ді 60-қа бөлгенде 630, 630-ді 60-қа көбейткенде 37800. 606-ны 660-қа көбейткенде 399960, 399960-ды 606-қа бөлгенде 660 шығады. 4876-ны 32-ге көбейткенде 316032, 316032-ні 32-ге бөлгенде 9876 шығады. 7А есептеп бос орындарды толтыр. 9045, 15 көрсетілген, екеуін көбейткенімізде 135675 шығады, ал 9045-ті 15-ге бөлгенде 603 шығады. Мұнда да дәл солай 6936-ны 68-ге көбейткенде 471648 шығады, ал бөлгенде 102. Мұнда біз В және А бөлінген В мәні берілген, ол кезде біз 31-ді 75-ге көбейту арқылы мұна жерді табу аламыз. 31-ге 75-ті көбейткенде 2325, 2325-ге 75-ті көбейткенде 174375 шығады. Мұнда 7344-ті 34-ге көбейтеміз, 249.696, ал бөлген кезде 216 шығады.
Келесі 25, 525 берілген, яғни А-ның мәні мен А-ны В-ға бөлгендегі мән. Мұнда В-ны табу үшін 525-ті 25-ке бөлеміз, 21-ге тең. 525-ті 21-ге көбейткенде 11025-ге тең. 8-ші есеп, есептеу алгоритмін құрастырып, өрнектердің мәнін тап. Бізде екі өрнек берілген. Ең бірінші қосу амал жақшаның ішінде, одан кейін көбейту, одан кейін қосу амал жақшаның ішінде, одан кейін бөлу, сосын барып азайту амалы орындалады. Дәл осындай ретпен орындаған кезде бізде 18960 саны шықты. Екінші өрнекте жақшаның ішіндегі минус амалдары бірінші, екінші кезекте орындалады. Одан кейін көбейту амалы үшінші, төртінші қосу амалы орындалған кезде 890.017 шықты. 9-шы есеп, ойлан және жауап бер. 1 грамм, 3 грамм, 9 грамм, 27 грамм, 81 грамм тартатын кіртастар мен табақшалы таразыны пайдаланып 100 грамм күрішті қалай өлшеуге болады. Міне, мұнда біз былай жазып алдық. Кіртастарды қостық, яғни 81, 27, 1 граммдық кіртастарды қосу арқылы 109 граммды шығардық, яғни таразының бір жағына 109 граммды осылай шығарып алдық. 9-ға 100-ді қосқанда 109 грамм шықты. Жауабы былай болады. Таразының бір жағына 27, 81, 1 грамм кіртасты қоямыз, ал екінші жағына жаңағы кіртастардың ішінен 9 граммдығын қоямыз. Содан кейін ол таразы теңескенге дейін күрішті саламыз. Сол кезде 100 граммдық күрішті өлшеп аламыз біз. 10-шы есеп, есепте 30.660-ды 420-ға бөлгенде 73, 25.200-ді 560-ға бөлгенде 45, 221.130-ды 630-ға бөлгенде 351, 132.300-ді 540-қа бөлгенде 245, 430.500-ді 3500-ге бөлгенде 123, 993.300-ді 4300-ге бөлгенде 231.